Hello everyone, how are you today? Бүгінгі жаңа тақырыпқа дайынсыздар деген ойдамын. Жаңа тақырып, жаңа деңгей. Ал енді сабағымызды бастайық. Тақырып present continuous. Бұл ереже қандай ереже? Сіздер мысалы қазір сабақ оқып жатырсыздар. Мен сіздерге сабақ беріп жатырмын. Дәл осы логиканы present continuous береді. Яғни дәл қазір істелініп жатқан және аяқталмаған іс әрекетті біз present continuous деп атаймыз. Present continuous-тың түрлері өте көп, бірақ та ең главный нәрсесі осы. Яғни дәл қазір болып жатқан аяқталмаған іс әрекет. Дәптерімізге бұл ережені жазып алайық. Ал енді оның түрлерін қарастырып шығайық. Біріншісі жаңа айтып кеткендей now, яғни қазір болып жатқан іс әрекет. Мысал, the baby is sleeping. Бала ұйықтап жатыр. Мысалы айтамыз ғой, шулама. Baby is sleeping. Келесі around now. Around now дегеніміз, то есть дәл қазір болып жатқан іс әрекет емес, жалпы бұрын басталып қазірге дейін созылып жатқан іс әрекет айтқан кезде айтамыз. Бірақ та ең бастысы бұл іс әрекетіміз аяқталып қоймау керек. Әлі күнге дейін жалғасып жату керек. Мысалы, he is writing a book. Ол кітап жазып жатыр. То есть ол бұрын бастады. 1 ай бұрын, 2 ай бұрын, бірақ ол әлі жазып жатыр. Процесс аяқталмаған. То есть бұл кезде де біз present continuous'ты қолданамыз. Үшінші, бұл бізде temporary. Temporary дегеніміз уақытша дегенді білдіреді. Уақытша іс әрекетті айтқан кезде, онда present continuous формуласы қолданылады. Например, біз көбінесе отельдерде, немесе біреудің үйінде уақытша боламыз, Вот сол кезде біз мынандай мысалмен айта аламыз. We are staying at a hotel. Яғни біз отельде тұрақтап тұрмыз. Яғни уақытша ғана. Бізде төртінші trend. Changing, developing. Яғни трендтер. Біресе өсіп, біресе құлдырап жатқан тұрақсыз трендтер. Мысалы, the price of homes are increasing. Үйлердің бағасы өсуде. People are wearing a bright color this summer. Яғни адамдар осы жазда ашық түсті киімдер киіп жүр. То есть бұл бізде тренд, ол тренд кетіп қалуы да мүмкін, ұзаққа созылуы да мүмкін. Но осындай моментте сіздер тренд айтқан кезде present continuous формуласын тоже қолданасыздар. Екінші repeating action. Енді бұл жерде кішкене негатив сөйлемге жақын келеді. Мынандай нәрсе. Бір іс әрекет сіздердің ызаларыңызды келтіріп, қайта-қайта бір қайталана беретін нәрселер болады ғой. Мысалы, ол ылғи шулай береді. Ол ылғи тағы не бар бізде көп тәтті жейді, жей береді. Когда сіздер осылай ызаланасыздар және де оны қайта-қайта қайталанып жатқанына ашуланған кезде осы present continuous-тың структурасын қолдансаңыздар болады. Например, they are always making noise. Яғни олар ылғи шулайды. Feature. Алдында естеріңізде болса, feature'ды біз екіге бөлдік қой. Formal және informal, Вот informal түрінде бізде unplanned және planned деп екіге бөлгенбіз. Жоспарланған және жоспарланбаған іс әрекеттер. Вот сол кезде жоспарланғанда біз to be, going to болды, Оның екіншісінде present continuous болған. Вот осы кезде мен сіздерге ашып түсіндірем деген болатынмын. Қараңыздар. Feature'ды айтқан кезде тоже осы present continuous қолданамыз. Мысалы, she is flying to Mexico next week. Ол келесі апта Мексикалыға ұшқалы жатыр. Қазір сабақтың соңына дейін бұны толықтай түсінесіздер. Бірақ та, мынау бізде только қолдануға болатын жағдайлар болса, қолдануға болмайтын жағдайлар да бар. Ол бізде permanent және state verbs'тар. Түсініп алайық, permanent дегеніміз тұрақты нәрселер. Тұрақты нәрседе біз present simple'ды қолданамыз ылғи. Естеріңізде ғой, рутина, сіздерде қатып қалған бір нәрселерде, күнделікті өмірлеріңізде сіңіп кеткен нәрсені айтқан кезде біз тек қана present simple'ды қолданамыз. Но present continuous бұндай жағдайда мүлдем қолданылмайды. Өйткені біз басында айтып кеткендей, ол temporary, яғни уақытша іс әрекеттерге қолданылады. Permanent ол уже бізде жаңағы temporary деген сөзге антоним. Permanent тұрақты дегенді білдіреді. Мысалы, I am living in Canada. Бұл жерде сіздер тұрақты нәрсені айтып тұрған жоқсыздар. Яғни сіздер Канадада тұрып жатырмын, яғни бұл тұрақсыз, бір күн көшіп кетем деген ойда. Бұл бізде дұрыс емес сөйлем. Дұрыс сөйлем I live in Canada болу керек. Мен Канадада тұрамын. Немесе I work at ABC company. Мен ABC компаниясында жұмыс жасаймын.
Ал енді stative verb дегеніміз, stative бұл жалпы біздің жай күйімізді білдіретін етістіктер. Бұл бізде толықтай present simple'да қолданылатын сөздер. Мысалы, love, тағы да не бар бізде? Understand, яғни түсіну деген білдіреді. Яғни сіздердің жай күйлеріңізді біз stative verb'қа жатқызамыз. Сол кезде өтініш, оны present continuous'қа қоймаңыздар. Мысалы, I am loving, I am understanding, I am liking деп никогда біз айтпаймыз. Бұлар только I like, I understand, I like деп айтылады. Окей? Бұлардың түрлері өте көп. Жалпы біздің жай күйімізді білдіретін сөздердің барлығы осы стативқа жатады. Статив өзі жеке ереже, оны да қарастырамыз. Жалпы осы permanent пен стативті главный present continuous'қа қоймасаңыздар болғаны. Окей? Енді оның структурасына мән берейік. Жалпы present continuous қандай структурамен қолданылады. Бұл ережесі уже өзгеше. Естеріңізде болса, алдыңғы жолы айтқан болатын, to be етістігі мен негізгі етістік бір сөйлемде қосылмайды деп. Енді бұл жерде өзгеріс енеді. Қалай? Бізде to be етістігі уже көмекші етістік рөліне енеді. Яғни барлық іс-әрекетті, негатив болғанда, сұрақ болғанда барлық іс-әрекетті өзіне алады. Ал главный етістік іс-әрекет ол уже to be етістігінен кейін келеді. Яғни verb. Бірақ та бұда ерекшелік, verbқа міндетті түрде ing жалғанады. Окей? Мысалы, work болса working болады. Міндетті түрде present continuous айтқан кезде негізгі етістікке ing немесе ing жалғану қажет. Ал to be етістігі ол бізде қазір сұрақ қойған кезде, негатив сөйлем жасаған кезде қажет болады. Ал subject, как обычно, главный бірінші сөйлемнің басында тұратын сөздер, іс-әрекетті жасаушылар. Окей. Ал енді бұл позитив сөйлеміміз структурасы, яғни subject, to be етістігі және verb ing. Әр қарта енді уже object жалғана береді, қосымша ақпарат беру үшін, толықтыру үшін. Негатив кезінде қатты бір өзгеріс жоқ, просто жаңағы to be-ға нотты жалғай саласыздар. Мысалы, I am not working. Мен жұмыс жасап жатқан жоқпын, қазір процессе. Амна позитивта біз I am working, яғни мен жұмыс жасап жатырмын. I am teaching, мен оқытып жатырмын. I am studying, мен оқып жатырмын. Ал question кезінде to be етістігін жаңағы subject'ің алдына қоя саласыздар. Бұл кезде сонда am I working, мен жұмыс жасап жатырмын ба деген сұрақ шығады. Байқасаңыздар, бізде to be етістігі болды ғой, адамды мінез құлқын сипаттайтын кезде дәл осындай структура болатын, to be алдына кететін сөйлемнің. Тура осы жерде де сол to be-дің ережесі. Сұрақ қойған кезде am is-ар сөйлемнің басына кетеді. Окей. Түсінікті болса, әрі қарай жылжайық. Структураларды, яғни формулаларды міндетті түрде дәптерге көшіріп жазамыз. Және де презентацияда көрсетілгендей түрлі түстімен жазсаңыздар да болады. Өз еріктеріңіз. Зато көзге тез түсетін болады, жаттау оңай болады. Great. Мына жерде бізде кесте берілген, кестемен толықтай анализ жасап қарап шықсаңыздар болады. Паузаға қойып, немесе скрин жасап. Окей. Ал енді сұрақ қойған кезде біз қосымша сұрақтарды қалай қоямыз? Әрине, жаңағы сұрақтың негізгі сөздерін жаңағы структурамыздың ең басына қоямыз. Болды. Мысалы, are you working? Сен жұмыс жасап жатырсың ба деген сөзді алайық. Where are you working? Сен қай жерде жұмыс жасап жатырсың? Окей? Дәл осылай бізде негізгі сұрақтарды жоғары жағына басына қоя береміз. Сонда сіздерде түрлі жағдайға арналған сұрақтар пайда болады. Осы present continuous'та бізде міндетті түрде to be етістіктері қысқарады. Алдында адамдардың мінезін сипаттаған кезде де to be етістігі қысқарды ғой. Тура солай. Мысалы, I am бізде толық нұсқасы болса, қысқартылған түрі I am болады. Бірге қайталап шығайық. I am, you are, we are, they are, he is, his, she is, she's, it is, its. Окей? Бұл бізде жай ғана қысқарған түрі жалпы логикасына әсер етпейді. Просто сөйлеген кезде сөздеріңізді жылдам етуге көмектеседі. Окей, мысал ретінде қарайық. I am learning. Бұны қысқартып I'm learning. Екінші you are learning. She is learning. Супер, молодцы.
негатив сөйлем құрған кезде уже бізде тоже қысқарту жасалады. Жаңа біз to be етістігінен not жалған айтып қой. Сонда негатив кезінде былай болады. I'm not. Екінші, you are not дегенді көрейік. You are not. Или же бұның екінші түрі бар, қысқартқан түрінің you aren't. Окей? Одан кейін we are not көрейік. Біріншісі we are not. Екінші нұсқасы we aren't. Екеуі де дұрыс. Келесі they are not. Тоже қысқарған түрі екі варианты бар. They are not, they aren't. Келесі he, she, it is not. Сонда бізде қысқарған түрі he is not или же he isn't. Жалпы өз басым isn't дегенді жиі қолданамын. He isn't. They aren't дегендер өз басым жеңіл санаймын. Сіздерге қайсысы жеңіл, соны өзіңіз таңдап айтсаңыздар болады. Ешқайсы қате болмайды. Енді негізгі етістікке міндетті түрде ing жалғану керек екенін қайта естеріңізге түсіремін. To be етістігінен кейін сіздерге главный етістік келеді ғой, именно жаңағы жүгіру, тұру, секіру деген барлығы осы главный етістікке жатады. Вот сол кезде сол етістіктеріңізге ing жалғайсыздар. Мысалы, go, going, work, working, swim, swimming. Любой, кез келген іс-әрекетті білдіретін етістікті біз ing жалғау арқылы жасаймыз. Осы дәл қазір болып жатқан процесті айтқан кезде. Енді ing жалғау кезіндегі басты ережелерге қарап шығайықшы. Жаңағы spelling. Ing жалғау көбінесе жай ғана ештеңені өзгертпей етістіктің өзіне жалғана береді. Етістік и плюс ing. Ал кейбір жағдайлар болады, етістіктің өзі и әріпімен аяқталатын. Use, take деген сияқты сөздер. Вот ол кезде уже и түсіп қалады да, сосын бірақ барып ing жалғанады. Үшінші ереже бізде IE, яғни сіздің етістігіңіз IE-дан аяқталатын болса, онда ол екі әріп түсіп қалады да, орнына y қосылады, сосын бірақ барып ing қосылады. Сонда lie деген сөзді біз lying деп ауыстырамыз. Tie, tying. Tie деген өзі байлау деген. Еще зат есім ретінде, мына жерде етістік ретінде тұр ғой, ал зат есім ретінде ол галстук деген мағынаны да білдіреді. Окей? Но мына жерде ing жалғап тұрғандықтан, значит, это у нас байлау. Окей. Онымен қоса, естеріңізде болса, past simple'да біз CVC ережесін қарастырып едік қой. Ол бізде ing жалғаған кезде де бар. Тура сол логика, то есть соңғы әріп екі есе жазылады, сосын ing қосылады. С бізде дауыссыз әріп, В дауысты, С дауыссыз болған. Дәл осы ережемен сіздердің етістіктеріңіз аяқталатын болса, онда соңғы тұрған дауыссыз әріп екі еселенеді. Мысалы, clap. Clap деген сонда clapping, шапалақтау. Sit, sitting, отыру. Мысалы, I am sitting. Мен отырмын. I am clapping. Окей? Енді осы present continuous сұрақтарына біз қалай жауап береміз? Тура алдында өткен simple-дардың ережесі. Қысқаша жауап беретін болса. Мысалы, is he working late? Ол кеш жұмыс жасап жатыр ма? Егер я болса, yes, he is деп, isді he'дан кейін қоямыз, subject'тан кейін. Егер no болса, no, he isn't. Дәл солай қалғандарында қарап шықсаңыздар болады. Бірақ та егер де сұрақ сіздерге бағытталатын болса, мысалы, are you studying? Онда жауап міндетті түрде yes, I am болады. Окей? Yes, you are емес. Потому что сізге сұрақ қойшы сізге қойып тұр ғой. Жауап бергенде өз аттарыңызға жауап бересіздер. Yes, I am. Егер де жоқ болса, no, I am not. Хорошо. Great, good job. Тағы да clapping жасайық. Енді жиі кездесетін қателіктерді бірге қарап шығайық. Біріншісі, ол to be missing. Көп адамдар to be етістігін қалдырып кетеді. Көбісі бұлай наоборот жасайды. Present simple-ға to be жалғайды да, ал present continuous-ға наоборот to be-ді алып тастайды. Вот содан шатаспаңыздар өтініш. Present simple, яғни обычный, күнделікті қайталанатын іс-әрекеттеріңізді айтқан кезде to be-ді жалғамаңыздар наоборот.
осы кезде, яғни осы қазір болып жатқан процессті айтқан кезде вот сіздер to be-ді жалғайсыздар. Еще to be-дан кейін келген етістікке міндетті түрде ing жалғаймыз. Мысалы, мына жерде қате кетіп тұр. My brother watching the news. Бізде отсутствует именно to be. My brother is watching the news. Менің бауырым жаңалықтар көріп жатыр. Екінші to be incorrect, яғни to be-дің қате берілуі. Мысалы, Bob and Maria is driving home. Несі қате? Бір қарап шығыңыздаршы өздеріңіз. Әрине, Bob and Mariaның түбінде бізде they деген subject жасалынып тұр, иә? Сол себепті Bob and Maria are driving home, үйге бара жатыр машинамен. Екіншісі бізде he ain't studying. Не қате? Әрине, ain't, иә? He isn't studying болу қажет. Келесі бізде так verb incorrect, яғни біздің етістігіміз қате болатын кездер болады. Бұл жерде осы present simple'ды айтқан кезде айтатындай жазылып тұр ғой. She is do. Вот көрдіңіздер ма? Бұл бізде қате болады. She is doing her homework болу керек, дұрысша. Дәл қазіргі процессті айтқан кезде тағы да қайталаймын. Процессті айтқан кезде негізгі етістікке ing жалғануы міндетті. Это шарт. Дәл to be етістігі жалғануы керектігіндей. Екінші мысалға қарайық. The game is start now. Тоже сол қате. Start бізде главный етістік, басталу ғой. Сонда the game is starting now. Қазір басталайын деп жатыр. Міне осы жерде сіздер жаңағы feature'ды байқай аласыздар. Now жалғану арқылы біз қазір жақын арада ойынның басталатынын біліп тұрмыз. Яғни feature simple осы жерде көрінеді. Ойын қазір басталайын деп жатыр. Planned, жоспарланған. Present continuous арқылы болашақта айтып тұрғанымызды түсіну үшін біз міндетті түрде present continuous сөйлемінің соңына қандай да бір болашақтың уақытын қоюымыз қажет. Мысалы, tomorrow at 7 o'clock, одан кейін мысалы now, қазір, тағы да next month деген сияқты нақты болашақты білдіретін сөздер тұру керек. Сол кезде біз дәл қазіргі процесс туралы емес, болашақ туралы айтып тұрғанын түсіне аламыз. Окей? Мысалы, мына жерде сол қосымша сөз беріп тұр. Біз уже түсінеміз, что game енді басталайын деп жатқанын. Окей? Но структура present continuouспен қолданыла береді. Келесі бізде spellingнің қате, яғни жаңағы ing жалғаған кезде әріптердің қате кетуінде. Бір қателіктерді қарап шығайық. Бірінші сөйлем she is lying. Не қате? I ing. Біз ing жалғаған кезде, если біздің етістігіміз I мен емен аяқталса, значит біз оны y-ға ауыстыруымыз керек. Келесі sitting. Не қате? Екі т болу керек. Дауыссыз, дауыссыз ережесімен бұл жерде. Writing. Не қате? И артық біз егер де етістік емен аяқталса, оның иін алып тастап, ing-тің өзін жалғаймыз, иә? Келесі мына жерде we're going to the mall. Қай нәрсе қате? Қарап көріңіз. Бұл қателік we мен re деген сөздер ғой. Солардың арасына апострофы жалғанбаған, яғни үтірше. Жаңа естеріңізде болса, сөйлемде to be етістігін қысқартқан кезде subject пен to be етістігінің ортасында кішкентай төбе жағында апострофи болды, үтірше. Сол нәрсе жоқ. Егер де сіздердің апострофиді қоймайтын болсаңыздар, сөз қате болады. Сол себепті егер де сіздер сөйлемдеріңізді қысқартқыларыңыз келсе, міндетті түрде жоғары жағына апострофи қоюды ұмытпаңыздар. Сонда we are going to the mall. We мен are-дың ортасында апострофи болу керек. Бұл жерде are-дың қысқарған түрі болып тұр ғой. Келесі state verb. State verb жаңа біздің өзіміздің күй жағдайымызды білдіретін сөздер дедік қой. Сонда мына жерде қараңыздаршы, I am needing to visit Hawaii дейді, иә. Яғни Гавайға мен барғым қажет дейді. Бұл жерде біз қажеттілікті айтып тұрмыз ғой. То есть қазақ тілінде может быть айтылуы мүмкін, бірақ мен қажет етіп жатырмын деп біз айтпаймыз ағылшын тілінде. Немесе мен қалап жатырмын, мен қажет етіп жатырмын, мен жақсы көріп жатырмын деп процессе, мен жақсы көру процесіндемін, мен қажет ету процесіндемін деген логиканы ағылшын тілінде ондай бермейді. Олар нақты, мен нақты жақсы көремін, мен нақты қалаймын, мен нақты қажет етемін деген логикада жүреді. Сол себепті бұндай сөздерге ing жалғамаңыздар. То есть в целом бұл сөздерді вообще present continuous'та қолданбаңыздар, только present simple'да.
Келесі бізде permanent, яғни тұрақты нәрселерді presentқа қателесіп салып қояды. Мысалы, we are manufacturing cars. Бұл жерде негізі сөйлемнің мағынасы біз машиналар шығарамыз зауыттан деген логиканы береді ше. Бірақ та мына жерде логикасы басқаша болып кеткен. Как будто біз уақытша машина шығарып жатырмыз, уақытша шығара тұрамыз деген логикада. Но на самом деле мына жерде сөйлемде адамдар именно жалпы біз машиналарды шығарамыз деп жалпы факт айтып тұр да. Немен айналысатындарыңыз. Значит, біз бұны permanent, яғни тұрақты нәрселерді, жұмыс болсын, іс-әрекет болсын, всегда present simple'да қолданамыз. Вот көрдіңіздер ме, present simple мен present continuous'тың айырмашылығын. Жалпы өзі continue деген сөз бар, яғни жалғастыру дегенді білдіреді, жалпы жеке сөз ретінде. Окей, вот как раз біз уже present simple мен present continuous'тың айырмашылығына келдік. Жалпы present simple permanentті білдіреді, тұрақты іс-әрекеттерді. Например, I live in this building. Мен осы ғимаратта тұрамын, өмір сүремін. Ал егер де present simple қолданса, онда ол temporary, яғни уақытша нәрсе. I am staying at a hotel. Мен уақытша отельде тұрамын. Екінші, general. Жалпы, general деген жалпы нәрселерді айтқан кезде осы present simple'ды қолданамыз. He plays a guitar. Яғни жалпы ол в целом өмірде гитара ойнайды. Ал егер де мен оны present continuous'қа айналдыратын болсам, he is playing the guitar. Онда ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Ол гитара ойнап жатыр. Бұл жерде гитара ойнай алады ма, ойнай алмайды ма, айырмашылық жоқ. Главное, ол дәл қазір қолына гитара ұстап ойнап тұр деген логиканы береді. Келесі present simple. We watched the news at 9 p.m. Бұл жерде рутин, яғни рутинаны білдіреді. Мен жалпы сағат 9-да жаңалықтар көрем. Мен үшін бұл уже рутина болып кеткен. Ал егер мен we are watching the news дейтін болсам, онда біз просто дәл қазір осы моментте жаңалықтар көріп жатырмыз деген сөз. Бұл жерде бірақ уже көрдіңіздер ме? Уақыт берілмеген. А уақыттың орнына қазіргі уақыт деп now деген сөз жақшаның ішіне тұр. Дәл қазіргі процесте. Енді бізде соңғысы the sun sets in the west. Sun sets, яғни күн батады батыстан деген сөз. Яғни now fact. Факты. Тура present simple'да алдында біздің жасаған ережелеріміз. Ал егер де біз present continuous айтатын болсақ, look, the sun is setting. Қара, күн батып бара жатыр. Окей? Дәл қазіргі процесте. Great. Енді тағы да екінші бөліміне көшейік. Present simple мен present continuous'тың айырмашылығы. The price rises every year. Бұл жерде жалпы айтып тұрмын. Жалпы баға каждый жыл өседі дейді. Әр жыл өсіп отырады. Окей? Мысалы, in Kazakhstan, price rises every year. Жыл сайын Қазақстанда баға өседі. Бұл нақты факт и general жалпы мағынада. Ал егер де мен present continuous айтатын болсам, онда ол уже трендқа айналып кетеді. То есть ол біресе өсіп, біресе құлдырайды деген логикада. Қазір, мысалы, the price is rising this year. То есть бұл жерде мағынасы дәл қазіргі жыл баға өсіп жатыр деген логикада. Келесі she always takes a bus. Жанында habit деп тұр ғой, ол бізде әдет дегенді білдіреді. Жалпы әдетті білдірген кезде біз present simple'ды қолданамыз, иә. Вот осы жерде she always просто обычный әдет. Автобуста жүреді дейді, ол автобуспен жүреді. Ал енді оны present continuous'та әдетті айтатын болсаңыз, онда ол уже негатив формаға түседі. Жаңа басында айтып кеттік қой, егер де бір нәрсе қайталана беріп, және ол сіз деген негативті бір сезім тудыратын болса, онда осы present continuous'та айтасыз. Мысалы, she is always complaining about the bus. Яғни, ол ылғи автобусқа көңілі толмайды, жалуется. Окей? Ал келесі бізде the flight leaves at 7 o'clock дейді, 7 p.m. Бұл бізде schedule. Schedule дегеніміз не еді? Расписание. Нақты кесте. Уақыт кестесі. Яғни бұл жерде байқасаңыздар, сағат 7-де точно ұшақ кетеді, ұшып кетеді. Ал егер біз the flight is leaving дейтін болсақ, онда ұшақ ұшайын деп жатыр қазір деген мағынаны білдіреді. Окей? Одан кейін келесі the flight leaves at 7 p.m. tomorrow. Бұл жерде нақты ертең бізде ұшақ ұшып кететінін айтады. Нақты ровно по расписанию сағат 7:00-де ертең ұшады ұшақ.
Ал оны present continuous айтатын болсаңыздар, онда бұл уже future simple'ды көрсетеді. Қарайық. The flight is leaving at 7 p.m. tomorrow. Яғни сағат 7-де ертең болашақта ұшақ ұшқалы жатыр. Окей? Жалпы жаңа да айтып кеттім. Future simple'ды present continuous білдіру үшін міндетті түрде сөйлемнің ең соңында уақытты білдіретін сөздер тұруы қажет. Сонда мына жерде ұшқалы жатыр деген логиканы береді. Даже осы қазіргі процесті сипаттайтын структурамен жүрсе де, оны екі мағынасы бар. Самый главный, конечно, ол дәл қазір болып жатқан процесті білдіру. Екіншісі, жанына болашақтың негізгі сөзін жалғау арқылы уақытты білдіретін негізгі сөздерді, сағаттарды, айларды, күндерді айтатын сөздер бар, вот соларды жалғау арқылы future'ды білдіретін формула шығады. Мына жерде түсінікті болды деген ойдамын, яғни The flight is leaving at 7 p.m. tomorrow. Ертең сағат кешкі 7-де ұшайын деп жатыр ұшақ. Соңғысы he knows them, we like them. Бұлардың барлығы like, know, білу барлығы біздің состояниеміз. То есть бұлар stative verb'ге жатады, ал present continuous'те ондай нәрсе мүлдем жоқ. Бұл туралы айтқан кезде біз вообще present continuous'ты қозғамаймыз, тек қана present simple. Осымен біздің present continuous'ымыз аяқталды. Жарайсыздар. Толық түсіну үшін қазір астындағы тапсырмаларды орындаймыз және жаңа сөздерді жаттаймыз. Ағылшын тілін үйрену жолдарыңыз жеңіл болсын. Сіздеріңізге сәттілік.